Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары? Бүгін біз 4-ші тоқсан бойынша ағылшын тілі сабағынан алғашқы БЖБ-ны өтетін боламыз. Summative assessment for the unit our neighborhood. Біздің көрші деген тақырып бойынша, иә. Так, бұл жерде біздер екі бөлімнен тұрады. Listening and speaking. Тыңдалым және айтылым екі бөлімнен тұрады. БЖБ 20 минутқа беріледі. Олай болса тапсырмамызды қарайық. Task 1. Listen to the conversation and fill in the gaps. Use no more than one word and a number. Go to this link to listen дейді. Бұл жерде сіздерге мына жерде мен мынандай қойып тұрмын ғой. Негізі сіздерге мына көк сілтеме арқылы кіріп, тыңдалым бойынша тыңдап алсаңыздар болады. Ары қарай мына сөйлемді оқып аударайық. Home is where their heart is. That's so true. I've lived in many different houses during my life, but not all of them have been home. When you are growing up, home is where your family lives. I left home when I was 18, and slowly my childhood home was no longer. Now it's my parents' house and not my home. I moved around a lot and only spent a year or so in most places I lived. They never really felt like home. A home is somewhere you feel totally relaxed and want to come home to. The expression home sweet home is also true. You have to have nice feelings about it to call it home. Home doesn't have to be in your home country. I've lived in several countries and have had a home in all of them. Так, бұл жерде home is where the heart is. Я, бұл үйіміздің манағыдай жүрегі қайда деген, я? That's so true дейді. Бұл өте дұрыс дейді. Мен өмірімде неше түрлі үйлерде тұрып көрдім дейді, я? Бірақ олардың барлығы бірдей үйдей сезінген жоқпын дейді. Есейгенде үй сіздің отбасыңыз тұратын жер дейді. Мен 18 жасымда үйден кетіп қалдым дейді. Жайлап балалық шағымның үйі енді бұл үй енді менің балалық шағымның үйі болып қалды дейді. Бұл енді менің үйім емес дейді. Ата-анамның үйі болып саналады дейді, я? Мен көп көп жүрдім дейді. Және көптеген жерлерде бір жыл немесе бірнеше уақыт өткіздім дейді, я? Олар ешқашан ол үйлер менің өз үйімдей болмады дейді. Мен өз үйімдей сезінбедім дейді. Бұл үйлер сіз өзіңізді толықтай жайлы сезінетін, үйге келгіңіз келетін жер болып саналады дейді, өзіңнің үйің дейді. Үйдегі ең тәтті үй ол өзіңнің үйің деп есептеймін дейді. Оны үй деп атау үшін дейді, сізде бір жақсы сезім болу керек дейді. Және сізде өзіңізде үй болу міндетті емес дейді. Мен бірнеше елде тұрып көрдім. Және олардың барлығы да менің үйім болды дейді. Бірақ балалық шағымның үйіне еш нәрсе жетпейді екен, я, балалар? Мына жерде сарымен белгілеп қойғандар, мына жердегі қоятын сөздеріміз, я, бос жерлерге қоятын жерлеріміз. Next, келесі speaking, сөйлем бойынша, айтылым бойынша. Task 2. Work with your partner and tell him her about the neighborhood you live in. You have 1 minute to prepare and 2 or 3 minutes to talk. Так, бұл жерде speaking, айтылым бөлімі, қасыңыздағы жұбыңызбен бірге жұмыс жасаңыз дейді. Оған өзіңіз тұратын жер бойынша, аудан бойынша сол туралы айтыңыз дейді. Және
1 минут дайындалуға уақыт дейді, 2-3 минут сөйлеуге уақыт беріледі екен. The following questions will help you to organize your speaking. Келесі сұрақтар сіздерге сөйлеуге көмектеседі дейді. Next, оқиық. What do you like about your neighborhood? Why? Сізге көршіңіз ұнайды ма дейді, және неліктен? In my neighborhood, there is a park in what you can walk your dog or hang out with your friend. There is hugs, trees and tides. Бұл мысал ретінде жазылған. Егер өз ойларыңызды жазамыз десеңіздер, бұған қарамай-ақ жазуларыңызға болады. Аударып жіберейін. Менің көршімде итпен серуендеуге немесе досымен саяхат демалуға болатын саябақтары бар дейді. Және ол жерде үлкен ағаштар бар дейді. Next, what are the popular places in your neighborhood? Сіздің қасыңыздағы, жаныңызда, қастарыңызда танымал орындар бар ма дейді. In my neighborhood, there is a huge attraction park. You can have a ride on a lot of attractions and have fun with friends making selfies. Менің көршімде үлкен аттракцион бар дейді. Көптеген аттракциондардан серуендеп, селфи жасап жатқан достарыңызбен көңіл көтере аласыз дейді ол жерде. Next, third, үшінші сұрақ бойынша, what is the difference between a town and a city? Қала мен қалашықтың қандай айырмашылығы бар деген. City has immense building and a large population. Also, there are a lot of malls and supermarkets around streets. Town has a title smaller population and not a lot of malls. Так, бұл жерде қалада үлкен ғимараттар мен үлкен халықтар бар дейді, көптеген халық болады дейді. Сондай-ақ көшелердің айналасында көптеген сауда орталықтар болады, супермаркеттер болады дейді. Ал қалашық тұрғындардың саны аз болады дейді, сауда орталықтары да кішкентай болады екен. Therefore, question, төртінші сұрақ бойынша, what is the difference between rural and urban? Give examples дейді. Ауыл мен қаланың айырмашылығы неде дейді, және мысал келтіріңіздер дейді. Мысал келтіріңіз дейді. Так, төртінші, rural area is area for farmers. It doesn't have big population or infrastructure, but has a lot of land for using. All farmers living in rural areas. Urban area is area on what located all cities. It has high buildings and a large population. Also, people living not in their houses, but in apartments. Так, төртінші сұрақ бойынша, төртінші сұрақтың жауабы. Ауылдық жерлерде фермерлерге арналған деп ойлаймын дейді. Оның үлкен халқы немесе инфрақұрылымы жоқ, бірақ пайдалануға арналған жерлері көп дейді. Ауылдық жерлерде тұратын барлық шаруалар, қалалық аумақ, барлық қалалар орналасқан аумақтар дейді. Оның үлкен ғимараттары, үлкен халқы бар дейді, қаланың. Сондай-ақ адамдары өз үйінде емес, пәтерлерде тұрады дейді. The fifth, бесінші, do people like to live in rural or urban areas these days? Why? Бесінші сұрақ бойынша, қазіргі уақытта адамдар ауылда немесе қалада тұруды ұнатады ма, неліктен, қайсысын айта аласыз дейді, I think that it depends on kind of personality, but all people that want to make big money living in urban areas. Because in cities there are much more job opportunities than in rural area. Менің ойымша, бұл тұлға ретінде байланысты дейді, тұлғаға байланысты дейді. Бірақ үлкен көп ақша тапқысы келетіндердің барлығы қалада тұрады екен. Өйткені қалада жұмыс көп дейді, ал жұмыс орындары көп дейді. Ауылдық жерлерге қарағанда әлде қайда көп болады екен жұмыстар. Осындай екі тапсырмадан тұрады БЖБ тапсырмаларымыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.